Қызылорда қаласы номер 264 мектеп-лицейінің 8 сынып оқушысы жәбірленуші Балтабай Темірлан сабақ бітісімен үйіне қарай асыққан болатын. Осы кезде жәбірлеушілер Мақсұт Диас, Есетов Әли, Мақсұт Нұртай жәбірленушіні көріп өздеріне қарай шақырады. Көше бұзақылары жәбірленуші Балтабай Темірланнан ақша талап етеді. Оның жоқ деген сөзіне қарамастан оны соққыға жығады. Оны көрген полиция қызметкерлері көмекке келеді. Осы сәтте жәбірлеушілер Мақсұт Диас пен Мақсұт Нұртай қашып үлгереді. Полиция қызметкерлері Есетов Әлиді ұстап, мемлекеттік қызметкер Ғабдул Қалилалына апарады. Жәбірленуші өз арызын жазып, мемлекеттік қызметкер Ғабдул Қалилалына тапсырады. Бай баласы Есетов Әли Ғабдул Қалилалына пара беріп, жазадан құтылып кетеді. Осыдан кейін полиция қызметкерлері мемлекеттік қызметкер Ғабдул Қалилалын тұтқынға алады. Адал еңбек аздырмас, арамдық бой жаздырмас. Екі қолға бір күрек тауып еңбектенгеннен гөрі біреудің маңдай термен тапқан дүниесіне телміргендер ендігі өмірлерін түзеу колониясында өткізетін болады. Қылмыстың өтеуі жаза.